байқап отырсаңыздар, Ақболат өзінің кинодағы екі жұбайынды алып келіпті. Адам менсінбейтіні, өзінен төмен санайтын дейсің. Әйел де өзіне жаз. Қарасын. Үлкен мынадай ақшаларды жаратудың қажеті жоқ. Таза қатын болып соңғы керек. Давайте бетіңдер. Қыз жібек. Құрметті достар, бірден фүк етіп лайк басыңыз, фүк етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Ендеше, құрметті достар, «Маған назар аудар» фильмнің бас кейіпкерлері, продюсері қарсы алыңыздар. Ақболат Өтебай, Ақбота Нұр және Мадина Оспан. Вообще, қарасақ көз тоймайды кино. Екі рет қара. Бәрі қарай бересің. Маған назар аудар фильмі. Бізде қонақта болған деп. Рахмет. Осы айтып кетіп қалсаң. Бізде қонақта болған әнші Ақболат Өтебай. Ачкиім қайда? Қазіргі таңда әнші біздің әбекең керемет Мадина Оспан, керемет актриса, керемет әнші әрі актриса Ақбота Нұр. Мінеки, байқап отырсаңыздар, Ақболат өзінің кинодағы екі жұбайынды алып келіпті. Шүкір Алла. Бірден ба? Бірден. Автоматты түрде. Иә, өмірде алғашқы рет кездесулері негізінде. Қараш, Мадина жақтырмай тұр Ақботаны. Жоқ, таныс қойықшы бірден. Сая? Асия. Қолын алмайды таш. Ендеше құрметті достар, керемет қонақтар, қызықтаймыз. Жасыл диванда жалғастырамыз. Қызық, Мәдина Ерекемен бірге өте қызық. Сонымен құрметті достар, «Маған назар аудар» фильмінің басты кейіпкерлері. Иә. Барлығыңыз көрдіңіздер ғой бұл киноны, иә? Ұнады ма? Сіздерге ше? Шүкір Алла. Енді барлығын айтайық енді, Ақболат тек қана бас рөлді сомдап қана қоймай, осы фильмнің бас продюсері. Шүкір Алла. Қалай екен енді? Алғашқы рет продюсер қызметін атқарған қалай екен? Өте шүкір Аллаға. Енді продюсер болып, енді бір Құдай өзі бере салды ғой, енді мен негізі ондайға ниеттеніп бір мансап болып, осындай атақ болсын деген ниет болған жоқ. Жолдар бит-бит алып келді, аяқ астынан продюсер болып болдық қой, мен өзім де түсінбей жатырмын негізі. Үйдегілер де серьезно сөйлесін мен қазір уже. Мама да тіке шықпайды маған қазір уже. Жалпы, Мадина ханым, сіз баяғыдан бері негізі серіктестер, партнерсіздер сахнада, иә? Ақболат продюсер болғалы бері өзгерді ме? Шындығыңызды айтыңыз. Қайтейін енді. Жақсылап ойланып алыңыз. Продюсер болғаны Вообще? Біз негізі 2015 жылдан бері партнеріміз ғой. Енді қазір фильмнің продюсері болғалы. Еш өзгерген жоқ! Еш өзгерген жоқ. Не деген интрига, не деген бұл актерлық керемет. Мадинаға қошеметтеріңіз білдіріп қойыңыздар. Ақбота Нұр, сіз қалай ойлайсыз? Қалай таныстық? Әлі сол қалпы. Бірақ енді арасында бар. Адам менсінбейтіні, өзінен төмен санайтын дейсің. Адам менсінбейтін жері деген жері
қай жерден байқалады? Негізі бәрі әзіл болсын деп айтып жатқан ғой. Сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін. Жалпы мен таныған Ақболат әлі күнге дейін сол Ақболат. Енді жаман жаққа қарай бұрмаламаймыз деп ойлаймын. Сіздерде тұрған, сіздерде ағалары бар, біздерде достары бар кезде бұл кісі асқақтап кетпейді деп ойлаймын. Негізі. Ақбота мощын құдалық жүргізсе өлтіреді деген негізі. Ақша түскені... Жалпы Құдай сақтасын, масаттанып қалуда, мен премьерді өзім сезіндім, бүйтіп анандай енді КВН мен бір буымызды шығарды, Құдай өзі дайындаған сияқты, содан кейін бір театр болды. Содан кейін киноға келген кезде андай бір енді 21 жасында болса осы оқиға андай мас болып қалуға болатын еді, енді қазір Құдайға шүкір енді 30-дан астық, түсіндік, енді айналамыз танимыз, үлкенді кішіні барлығын түсініп тұрық қой, жолымызды білеміз. Құдайға шүкір енді ақша түскеннен кейін бірақ өзгеріп кету мүмкін. Мен сіздерге гарантия бере алмаймын десем. Ақша демекші, құрметті достар, бұл комедия осы жылдың ең табысты комедиясы екенін білесіздер ме, құрметті Ақбота Мадина ханым? Естіп жатырмыз. Естіп жатырсыздар ма? Жалпы продюсер мырза гонорарларыңызды қалай? Жақсы берді ма? Қалай болды өзі? Бәрін айтыңдар. Осы жерде барлығын. Гонорарыңызды қысып жүрген жоқ па? Микрофон қолды. Жоқ, еш қысқан жоқ. Да? Нормально. Нормально. Мына жақтан мощный ответ болады. Иә. Жалпы енді бастапқыда шақырған кезде енді кішкене түсініспеушіліктер болды. Ақша жағынан, қаражат жағынан. Бірақ енді бір мәмілеге келіп, бір бағытта келе жатқандықтан, бірінші жарық көретін дүниесі болғандықтан, сол себепті де менің де кішкене бұл кісілермен келісуіме тура келді. Бірақ айтқанмын, егер де менің гонорарымды дұрыс бермейтін болсаңыздар, ертең площадкада мінезімді көрсетуім мүмкін, аяғасы тойлар шығып қалуы мүмкін, кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті де подходтарыңызды өзгертсеңіздер, мүмкін келісерміз дегенбіз, бірақ Аллахтың қалауымен, Аллаға сан шүкір, ешқандай менің ақшамды жеген жоқ. Кино өткеннен кейін де кішкене ренжіспейміз деген әңгімесі бар. Ұмыт кетпей, Есімде, есімде. Сөйтті ма, негізі байқадыңыздар ма? Нағыз мінекені кинодағы образдары сияқты да? Мына жақта өзінің жұбайы. Қорғаштап, нормально. Мен настроением жоқ па? Қайсысына қалай жеткізерім деп отыр. Нормально деп отыр. Мына жақтан кәдімгідей, иә. Енді түсінде жүру оңай емес қой. Иә. Жалпы идеясы қалай? Басты кейіпкер түс көреді. Түс көреді. Түсінде басқа қызбен жүреді. Түсінде басқа қызбен жүреді, өзіне комфортный өмір. И мына өмірін, реальный өмірін ұмытып қалады ғой. Реальный өмірін ұмытып қалады. Бірақ түсінде андай келіншегі, шынайы келіншегі оятатын жері бар, иә? Экранға назар аударайық. Түс қой. Ужас! Сен сонда қалайша мен көзіме шөп салып жүрсің? Ол түстейім саған айтып отырмын ғой, ол шексіз. Ол жерде басқа семьяң болады түсінде, басқа әйелің болады, басқа бала шағаң болады. Айтпа болды. Бәсе неге сен ерте ұйықтап қалады десең, сен басқа семьяға кетіп жүр екенсің ғой, иә? Қызғанат деген сен түстен қызғанбайтын шығарсың сен. Сонда ол не? Менен әдемі ма? Қудың сен. Қудың сен? Негізі Ақболаттың жоспарында болған сияқты ғой, 2016-тан бастап осындай ұзақ түс көру. Жалпы, не ғой? Анау, мен кино шыққаннан кейін ғана көрдім, осыны деген баяғыда есімде жоқ екен, бірақ есіме түсті. Күйеуінде болған? Иә, күйеуінде болған. Анау Төреғалидың фильмі «Квартира локация» деген кезде дәл сол Ұлы дала комедиясы түскен квартираға басқа квартира таппай, сол квартираны аламыз ғой. Екеуінің несі бір дейді, локацияны барынша өзгертті, художниктармен, елдермен өзгертуге тырыстық. Бірақ, молодец, үйін ауыстырмайды екен, байын ауыстырса да. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Жоқ, негізі бізде бекерден бекер бұның барлығын көрсеткен жоқпыз. Бұл жайдан жай қазір ойлап тауып, бүгін шыға салған дүние емес, о бастан талай еңбектің нәтижесі екен көрсеткіміз келді. Қошеметтеріңіз. Қалай, Жалпы маған назар аудар фильмі қазіргі таңда ең кассасы үлкен кино деп айта аламыз ба?
быйылдыққа енді бір жыл жаңа басталды ғой, әзір солай болып тұр енді. Бұдан кейін енді ертең Жохан кинофильмі шығады, одан кейін тағы да кинолар көп шығайын деп тұр ғой енді. Ешкім озбаса екен десең. Қалжыңдаймын. Бәрі енді байса қазақ байсын, айналамыз ғой, жан жағымыз, бәрі таныс. Ешкім бір андай жарыспаймыз, ешкімге бір болмасын деген ниет жоқ. Болмасын деген оңбасын, барлығы дами берсін, өсе берсін. Тек қана сондай тілектеміз. Ешкіммен жарыспаймыз, өз-өзімізбен ғана. Керемет достар. Біле білсеңіздер, енді назар аударды білеміз, о басты КВН-нен, Жайдарманнан бастаған, Мадинада кезінде Жайдарман ойнаған, е? Ату құрамасы. Апорт құрамасы. Сонау 1-4-тен ары қарай шықпайтын апорт құрамасы легендарный. Ақбота, сіздің кезінде Жайдарман немесе КВН ойнағаныңыз бар ма еді? Жоқ, тек қана сахнада ән айту немесе тележүргізуші. Тележүргізуші және актриса. Және кинода. Өзім жоқ қой енді. Түркістанский вариантпен айта берші. Ойымды маш. Сосын охота десе. Күрес. Еркін десе. Сіз бірінші актер болдыңыз ба, әлде КВН ойыншысы болдыңыз ба? Жоқ, мен кәсіби актрисамын. Кәсіби актрисасыз. Дипломированная, 2 дипломым бар. Қазіргі таңда театр актрисасымын. Кино актрисасымын. Жаңа ғасыр театрында Асанәлі Әшімовтың. Бәрекелді достар. Рахмет. Ал жалпы театр актрисалары КВН ойыншыларына қалай қарайды негізінде? Негізі андай бір қалыптасып қалған стереотиптар бар ғой. Ой, типа КВН деген оңай, театр деген былай деп, жоқ, мен олай айтпайтын едім. Себебі өзім көрдім, өзім КВН сахнасына шығып көрдім. Театр бөлек, КВН бөлек. Екеуі 2 түрлі школа. Иә. Асанәлі ағамыз шақырды ғой, премьера, біз уайымдап кеттік киноның жабық көрсетілімі болған кезде. Мадинаның енді сол кісінің жаңағы театрында жұмыс жасайды. Шәкіртімін. Ағамыздың, атамыздың. Уайым қатты болып кетті да. Өйткені енді киноға келіп отыр, киноның енді қазір айналасындағы ең үлкен сол кісі шығар деп ойлаймыз енді. Ол кісі келеді деген кезде біздер андай уайым киномыздан сомневаться етіп бастадық қой, аяқ астынан ішіміз ауырып. Сөйтіп бірақ ең соңында шығып кеткен кезде не деді Мадина? Күшті деп айтты. Сосын? Ана мен қызым жандағы қай бала актер деді. Актер деген. Жақсы деп айтты. Содан маған не беріп жіберген айтты. Сөйтіп бір жақсы пікір алып қалдық. Ағамыздан андай болып қалдық. Мен өзім қатты күмәндандым негізі. Енді главный роль, серьезный роль, мен ана жерде әзіл айтпаймын. Кейбір жерлерінде мұң бар. Ол маған жат жаңа өлең айтқаным сияқты ғой. Жалпы өлең айтатын білесіздер, Ақбота ханым кәсіби әнші. Сіз жалпы Ақболаттың әншілігін қалай бағалар едіңіз? Только шынымен. Дауысына келетін болсақ, өнеріне келетін болсақ, енді жалпы ештеңе айта алмаймын. Өте жақсы, орынды, өзінің қай бағытта келе жатқан, қандай ән орындау керектігін қазіргі уақытта халыққа, соның ішіндегі жастарға, жас буынға қандай әндер керектігін біліп, түсініп, ән орындап жүрген бір жас талант деп қойын ба? Жас талант Ақболат. Шүкір. Жас. Енді қадам басып келе жатқан. Басып келе жатыр ғой, иә. Тәй басып келе жатқан. Бәрі алда. Әлі бәрі алда. Жалпы толықтай қазақ тілінде түсірілген кино, бірақ Павлодар қаласында афишаларда, жалпы кинотеатрларда мынандай жазу тұрды. Обрати на меня внимание. Анау не слоган әйелінің айтқан сөзі ғой, негізі біз ана командаға қатыстырғанмен негізінде әйелінің, яғни кинодағы Асияның айтылған күйеуіне сөзі, оны деген түскіре бермей маған назар аударшы деген. Маған назар аудар деп. Жалпы әйел адамдардың еркектен керек ететіні сол внимание ғой негізінде. Апам бүйтіп қой. Дұрыс деп қой. Шынымен де сол внимание дұрыс аударыпты ғой енді. Бірақ енді орысша болған енді маған назар аудар болып тұра берген жақсы еді енді. Павлодарға кешірейік. Жалпы әлемнің әйелдеріне внимание жетіспейді ғой, жалпы негізінде қарай беруге болатын сияқты. Внимание жетіспей жүрген адамдар бар ма мына жерде? Шапалға кіріп кетті ғой сразу. Бар дейді ғой, бар. Қалай сонда? Не жетпейді сонда?
равноправие дейді, мінекей мына жақта бір. Үйде женшен мықты болып тұр ғой жаңа. Негізінде бұл киноның идеясы маған өте қатты ұнады. Өмірде бар дүние, әр семьяда осындай бір мәселелер болып тұрады. Внимание жетіспейді, неге маған көңіл бөлмейсің. Бірақ бір жағынан қарап отырсақ, бізде жұмыс істеп жүрміз ғой, жұмыста жүреміз. Ақшасын табамыз әйелдерге. Оның өзі внимание емес пе, Мадина ханым? Ол кинода айтылады ғой тоже, Мадина, айтшы. Жоқ, ол бөлек. Сыртта жүріп, ақша тауып жұмыс жасау ол бөлек. Ал үйде 4 қабырғада отырып, үйдің бір ғана рутинада, как белка в колесе деп айтады ғой, айналып бір нәрсені таңнан кешке дейін жасай беру, ол вообще бөлек. Тем более, әйел адам біз, мы эмоциональные. Тукен отыр залда. Оған обида жоқ. Жолдас отыр. Иә, біз эмоциональныймыз, бізге деген кішкене андай, хотя бы бір арасында бір кішкене деп бір вдохновение алып тұратын бір дүниелер керек. Деп алу керек. Сол кезде біздің балаларымыз да бақытты болады, біз де бақыттымыз, күйеуіміз де бақытты болады. Жоқ, мысалы, әр ай сайын ақшаны тауып алып келудің өзі внимание емес па, эмоция емес па? Ол ақшаны біз үйде ұстап отырып не істейміз? Во-первых, біз егерде ешқайда шыға алмасақ, сол күйеуіміз олмен бізге ешқандай бір эмоция сыйламаса, ақшада емес қой. Әңгіме ақшада емес. Сөзгізегі Ақботаға береді. Осы жерде Мадина, сенің сөзіңді жалғастырғым келіп тұр. Негізі айтып жатырсыздар ғой, ақшаны алып келіп беріп жатырмыз. Не жетіспейді саған, ей қатын деген әңгімелер керек емес. Бақыт негізі ақшада емес. Бақыт деген хотя бы арасында бала шағаңмен, енді мен де 2 бала асырап отырған анамын да, мен де түсінемін енді. Мадинада мысалға ана, жас келін, кішкентай сәби бар. Арасында бірге барып демалып қайтайық, бала шағаны бүгін ата-анамыздың үйіне тастап кетейік деп. Хотя бы 365 күннің бір 50 күн дейші, бөліп отбасыға жеке шетелге барасыздар ма, бірге пикникқа шығасыздар ма, бірге ресторанға барасыздар ма, хотя бы 50 күн. Енді басқалар үшін 150 күн болуы мүмкін, біздер үшін 50 күннің өзі жеткілікті. Еркектің вниманиясы жетеді ме? Как белка в колесе дейді. Осының барлығы қызықтаймыз бағдарламасында. Арнамыздан алыстамаңыздар. Барлығына топырақ шашқым келмейді. Шын мәнінде 24/7 жұмыс істейтін біздің ағаларымыз бар. Таңнан кешке дейін жұмыс істейтін, бала шағасын асырау үшін еңбек ететін, осы балаларының қарны ашып қалмаса екен, туысқандарым тоқ болса екен, ертең тойға барған кезде шашуымды от души берсем екен деген ағаларым да бар. Оларға мен топырақ шашпаймын. Ең бастысы бұл жерде бір-бірін түсінісу, екі жастың сыйластығы, бірге деген Аллахтың жолында келе жатқандығы, бұдан артық ештеңе керек емес деп ойлаймын. Негізі. Сонымен гүл сыйлау керек па, сыйламау керек па? Мәселе гүлде емес, кешірім сұраймын, мәселе гүлде емес, шоколадта емес, ақшада емес. Жай ғана бір сөз ғой, адамның жүрегін елжіретіп жіберетін. Қандай сөз? Қағазға жазып айтсам болады ма? Бүгін құлпырып ғой, жүр киноға барып қайтпады па, назарбадарға деп қойып. Мәне керемет. Жаңа 50 күн деген, 50 күн жылына бөлетін, сол жақсы екен, маған ұнап қалды. 50 деген жақсы екен. 50 күн. 50 күн шетелге шығып кетіп, Өзбекстан ба? Сояқта болып, қалған уақыттар қаңып кетуге болады. Енді ол деген сіздер сияқты күнделікті гастрольде, ән сапарда жүретін адамдарға ғой енді. Мен нетіп атқан жоқ, майында мен өз ойым. Мен мынандай ойлап отырмын. Кеше кинодан кейін Мадина бір кісі деген бір қай қалада, бір қалаға барып қалған кезде, осы кинотеатрда отыр, осы кино біткеннен кейін артынан шыға қойдық, андай бәрі де вау деп қалды, енді біз шықтық қой десең. Содан кейін бәрі түсінбей қалды да, енді халық қошемет ұрып, киноға деген шынайы лебіздерін айтып, суретке түсейін деп жатқан кезде бір әйел адам келді, жылап тұр. Кинодан кейін. Сосын жылап тұрды да, мен қасыма келді, бүйтіп қолымды ұстап алды да, мен мына киноға күйеуімді алып келуім керек, әйтпесе мен күйеуімде осындай бірдеңе деп алып баратыр да. Мен ана кісінің қалай жуатарымды білмедім. Апам, мен де сондаймын. Мен де сондаймын. Кім ондай емес? Енді болады ол ситуация, енді бір нәрседен кейін бәрі идеально болып кету міндет емес қой, бірақ хотя бы адам мойында, ниетінде бір жақсылық болса болды деп ойлаймын. Соны сезінсе болды ғой. Ең басты енді вообще миынан шығарып тастаған әйел болмаса болды ғой. Бәрекелді. Негізі бұл киноның басты идеясы өздеріңіздің қасыңыздағы жұбайларыңызға күнде бір жақсы сөз айтып тұрсаңыздар, аптасына бір рет гүл сыйлап тұрсаңыздар да, ол менің ойымша керемет дүние,
гүлді Бәрібір еркектер басқаша түсінеді, басқаша қабылдайсыздар. Түсінейікші, осы жерде Иә, түсініп ол алайықшы қазір Түсініңіздерші, бізді бақытты ету үшін үлкен мынандай ақшаларды жаратудың қажеті жоқ. Күнде таңертең тұрдыңыздар. Бір сүйіп қойыңыз. Все. Қайырлы таң жаным. Жаз. Бүгін әдем болып тұрсың ғой. Болды. Бір-ақ рет үйген ғой. Тамақ ішті. Қандай дәмді, рахмет. Қандай дәмді, рахмет. Сосын. Рахмет. Сосын? 2. Содан соң бір там арасында енді өздеріңіздің бір какие-то бывают же свои игры, да? Өздеріңіз внутряктар болады ғой. Ой, Мадина, мен сені вообще күтпедім. Қандай игры? Тукен? Не игры ол? Нарды. Шытыр. Вот, менің айтайын деп тұрғаным, жеткізейін деп тұрғаным енді соншама енді гүл алып беріп деп міндетте өздеріңіз қинамай-ақ қойыңыздар енді. По желанию енді әпергілеріңіз келсе, конечно, күшті. Бірақ айтып тұрмын ғой, күнделікті әйелі адамның көңілін көтеріп тұру үшін бір сондай жылы сөзбен, жылы бір көзқарастың өзі де жетіп жатыр бізге. Бақыттың бәрі ақшада емес, а в количестве. Бірақ егер де сіздерді әйелдеріңіз енді мотивировать етіп, үлкен ақша тауып жатсаңыздар, әрине әйелдеріңізге сыйлық жасап тұрыңыздар, қиналмайтын болсаңыздар, ол сіздерге Алла тағаладан 1000 есе болып қайтады. Аумин. Кәм, сен андай кәм таза қатын болыпсың ғой. Давайте, бетіңдер. Жоқ, бұл осы фильмнен кейін негізі мен өзім сезіп жүрмін. Сіздер не деп ойлайсыздар? Негізі бұл жерде бар ғой. Біргем дүние бәрібірде күндердің күні бола беретін проблема ол деген кинодан кейін шешіліп қалды деген емес. Самый главный біз бергіміз келгені ол жерде былай, әйел адамның жаңағы внимание жетпей отырғанын, оны жауапкершілігін еркектер мойнына алмай тұрғанын, толықтай сезінбей тұрғанын ескерту. Бірақ еркектер жығып берген жоқпыз. Ол жерде әйел адамдардың да сөзі бар. Өз-өзіне қарау, үйдің атмосферасы, аурасы, сен сондай сөзді айтуға, күніне жыл сөздерді айтатындай болып жүру керексің ғой деген сияқты. Оны ешкім почему-то көрмей қалды. Негізі сондай бар еді да ішінде. Сол себепті әйел де өзіне жаз қарасын. Яғни мына жаққа да внимание керек қой, Демек, уақыт бөліп тұру керек. Бір-біріңе жақсы сөз аямау керексіздер. Бір-біріңізбен сезімдеріңізбен, эмоцияларыңызбен бөлісіп тұру керек. Жалпы және сөйлесу керек. Сөйлесу керек. Біз енді таңертең жұмысқа кетеміз, кешке жұмыстан келеміз, сөйлесетін де уақыт болмайды ғой. Ондайларды қайтеміз. Менде мынандай ситуация болған, үйде вообще сөйлесесің ғой, сөйлескен кезде телефонда отырасың, осылай енді жан-жақтан келесің, үйге келген кезде, саған айтып жатырған кезде, почти жартысын тыңдайсың, кейде тыңдамайсың, сондай ғой. Бірақ мен айтатын, бүйтші, мынаның бәрін, сұрақтарын бәрін қағазға жазып ал да. Сосын передачаға шақырғандай, бір жерге шақыр. Сосын сол жерге камераны қойып қояйық, камера қойып қойған кезде күшті сөйлесесің, андай күшті болып тұрасың. Сол сияқты 30 сұрақ дайындап қойған. 30 сұрағына 1,5 сағатта ма жауап бердім, шынайы отырып полный. Одан кейін бір 2 ай құлағым тынышталып қалды ғой. Оказывается, сөйтіп бір сөйлесіп соғады екен. Формат қой тоже бір өздеріңе лайфхак. Лайфхак, керемет лайфхак. Осылай істеуге болады. Бірақ андай күйеуіңе сұрақ қойғандай, айтпақшы сен неге өткенде бүйтесің деген сияқты қоймау керек. Кеш жарық құрметті бірдеңе деп. Басқа передача сияқты өздерің вайбпен күліп ойнап жыртылып, сол жерде бір-бірін жақсы көріп шығып кету керексіңдер ғой. Ана рестораннан счетты кім төлегеніне байланысты тоже десең. Кеттік. Қошеметтеріңіз, мінекей дәл қазір осы жерде лайфхактармен бөлісті. Мадина ханым айтып отыр, фидбэк келіп жатыр, бұдан бір кеңес сұрап жатыр. Мүмкін алдағы уақытта сіз коуч болып кетерсіз. Ондай ой жоқ па? Жайлап Турцияға көшіп, Айнар апаның қасына барып. Тренингтің атауын білем, главное ақша емес, главное количество деген. Главное ақша емес, главное количество. Болды. Ендеше, құрметті қонақтар. Біздің авторларымыздың шағын сіздерге деген дайындаған ойыны бар. Негізі қалай істейміз? Ақболат пен Мадина, Ақбота мен Марат. Солай болсын ба? Солай болсын, иә. Мен жүргізуші болайын, өйткені мен любой ойын ойнасам, жеңіп кете беремін.
Кеттік ендеше. Ортаға өтейік, сахна төріне. Кеттік. Қошеметтеріңізбен. Қызық, 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 Мәке мен Ерекемен бірге өте қызық. Жалпы ойынның шарттары оп-оңай. Қазір мына ыдыстың ішінде киноның атаулары жасырылып тұр. Марат, мысалы, сіз Ақботаға киноның атауын жасырасыз, атын атамау керек. Басқа сөздермен немесе іс-қимылмен көрсе, сіздің мақсатыңыз табу. Ақболат, Мадина, сіздерге де тура осындай. Бірақ бұл жерде ең бастысы мына ыдыс сіздің жағыңызда болып қалмау керек. Егер ыдыс сіздің жағыңызда болып қалса, 2 минут аяқталысымен ыдыс жарылады. Кеттік онда, е? Түсінікті ғой? Кеттік, шабақтарыңызбен бастаңыз. Так, Зена Королева. жоқ, қазақстандық кино. Томирис. Аха. Асар, ыдысы, аха. Тезірек. Так. Сөзбен айта бер. Сөзбен айта бер, сөзбен. Ақболат, сөзбен. Кімсің сен? Мен әйелмін. Мадинамын, актрисамын, қызбын. Әйелінде қалш. Әйел. Содан орысша айтшы осыны. Женщина. Так, сен сразу женщина болып кетпеші. Девушка. Девочка. Шүкір, и? Девочка и мальчик. Соның... Он и она. Соның қазақшасы, пожалуйста. Не қыз бен жігіт. Қыз жігіт. Орысша қазақша айтшы. Девушка и парень. Девушка и... Жарылады қазір, Мадина. Девушка и мужчина, джин. Джин, несі? Жігіт. Міне, Ондай кино бар ма не? Так. Қазақстандық кино қасқырлармен ұрысып жүреді. Дұрыс. Кетті. Кәні. Нұрлан, бизнес по-казахски. В Корее. Так. Жаңағы Сартай бар ішінде. Қандай кино? Жаужүрек мың бала. Аха, міне. Опа. Тез. Так. Көрмеппін. Тез. Ой. Сөзбен айта бер. Королева. Сөзбен айта бер, Королева Англии. Соның алдында бір не болып тұр? Нет, королева екінші. Басында? Снежная королева. 20 секунд қалды. Я королева, так, королева. Сөзбен айтса, сөзбен. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Қошеметтеріңіз. Қандай кино? Мен де Ход королевы. Ход королевы? Мен көрмеппін ол кино. Мен ол кино көрмеппін. Аха, бәрекелді. Марат пен Ақботаның командасы алға шықты. Мен өте қуанып тұрмын сіздер жеңгендерім. Есеп 1-0 бұл сайыста. Алда Марат пен Ақбота. Енді орын алсамыз. Қыздар жасырады. Қанеке. Кет қосылды. Үй қара көже бүгіннен бастап. Білмеймін. Өлген адам сөйлемейді. Үй қара көже. Тапты. Жылыштас. Аха. Шекер. Тез. Басқа түстегі актерлар. Түстері басқаша. Қандай? Аватар. Иә, дұрыс. Мен гарбатая қарама десем. Так. Ақбота өз атылатын нәрсені шашып атқан. Так. Қыз жібек? Я. Айсара қойшы. Қойшы, пашамайды. Келінжан. Дұрыс. Бәрекелді. Ақбота не атылады ана түбінде? Дорогуша моя, сіздің киіміңізге қарасам, құда, вы что-то не понятно. Құда? Да! Кетті келесі. Так.
аты бар ғой, Сандармен. Сандармен аты, сөзбен емес. Не туралы? Кім туралы? Кімдер туралы? Әртүрлі оқиға туралы. Біреу таксист отырғызады да ұрлап қайтеді. Кімдер туралы? Бисоцек. Дұрыс. Тез, 20 секунд қалды. Асықпа. Қоянбаев Тұрлан. Бизнес по-казахски. Түрлері басқа. Бизнес по-казахски. В Корее, в Африке. Да, в Африке. Жібер. Давай. 5, 4, 3, 2. Жақынырақ. Есеп 2-0. Қандай? Так, бәрекелді. Венди. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Ал. Кеттік, уақыт. Так, ага. Анау ғой бүйтіп сыпырып жүреді, содан туфли киеді аяғына, принц келеді. Золушка, дұрыс. Так. Шетелдік кино. Робот. Терминатор. Да. Ага, так. Терминатор тип көрсетеді ма? Ага. А кто ты такой запрещать мне нервничать? Рекетир. Да, так. Шетелдік кино. Арбада отырады, екіншісі басқа нәрседе. 1+1. Да, молодец. Ага. Андай ғой, я Оптимус Прайм. Міне, кеттік ары қарай. Так. Өзінің хозяйын күтіп жүретін. Хатика. Да, молодец. Ага, так. Очо ойдайды. Брат или брак? Брат или брак, ага. Так. Титаник. Да. Бітіп қалды ма не? Астында бар, асты жағын қарасың. Астында ма? Қайда бар? Так. Ішінде бар. Так. Достық жеңді қошемет едіңіз. Қошемет едіңіз. Осымен өте керемет ойын болды. Ал, мына сыйлық кімге тапсырылады? Бота берейікші. Неге ботаға? Өйткені біздің бота деген түс көп көреді. Түс көп көреді, демек көп ұйықтайды. Ұйықтап кеткен 2 секунд көз ілініп кетеді ғой, сол кездің өзінде түс көру үлгереді ғой бұл. Шынымен де бірдеңе айтып отырады ғой, бір жорған кезде алдынан сондай нәрсе болып тұрады өзінің. Алдына сондай бір несі бар. Ботаға берейікші, как раз мынау деген. Ендеше шапалақтарыңызбен, құрметті достар. Мына түс жору кітабы өз иесін тапты. Қай түс тура жорыды? Түсірілім кезінде емес енді, айта берсем қазір таң ататын сияқты ғой, бірақ Аллаға саған шүкір сондай қасиет бар. Ертең бір ситуация болайын деп тұрады ғой. Аллахтың қалауымен түнде түсінде көреді. Таң намазға қарсы міндетті түрде. Мәссаған. Моқта. Ат турасында кітап оқып отырасыз. Бірден ба? Рахмет. Құрметті достар, сонымен бізде Қызықтайыз бағдарламасында Маған назар аудар фильмінің актерлері. Тағы айта кететін нәрсе, енді мен көрермендерге айтқым келіп жатыр да, өкінішке орай. Байқасаңыздар, кино шыққан кезде кинотеатрда телефонға түсіріп алып, көптеген бір әдепсіз адамдар тиктокқа бүкіл киноны салып қойған екен да. Сондықтан ол жерде қанша миллиондаған қаралымдар тұр, бөліп толығымен салып қойған. Сондықтан, құрметті достар, біздің отандық кино өндірушілердің жұмысын, өнерін бағалай білейік. Олай істеуге болмайды. Анандай ғой, өсім бар жерде не шығады дейді ғой, копия шығады ғой сондай енді. Ол жақсы, дамып атырған болып тұр қой, значит. Жалпы қазақ медиасы, киносы. Мынандай нәрсе бар, біздер осы фильмда телеграмға шықты, тағы да басқа каналдарға шықты. Сонымен заң аясында сөйлесіп көріп едік адамдармен. Сөйтсе 7 миллион теңге штраф салады екен. Енді айналысып атқан балдар, қыздар, балдар 2001-2006 жылғы жас балдар. Енді оларға қазір андай етіп, енді 40 шақтысы ұсталып тұр. Енді ояқтан енді заявление жазып, олардан 7 миллион, бір қарапайым отбасы үшін ол деген 7 миллион деген біраз ақша ғой енді. Онда осы жол
осылай жылы жабайық, бірақ кейін халыққа түсіндірейік осы нәрсені. Өйткені олар біліп жатқан жоқ, өздерінің қылмыс жасап жатқан және біреудің ақысын жеп жатқан түсініп жатқан жоқ. Жасап жатқан жас балдар жастықпен. Оны тұтынып жатқан адамдар да ойлап жатқан жоқ, что ол жерде біреудің үлкен ақша салынғанын, неосознанно болып жатырған қылмыс болғаннан кейін біз енді осылай жаңағы айналамызбен ақылдаса келе шашып жейік, осы жолы барлығы тойсын. Одан кейін бірақ ескертіп, шынайы көрермендер пайда болатын болса, өздері ақ айтып отырады, ертең мынаны көрме деп жан-жағынан тоқтатып отыратындай. Өйткені жалпы адалдық біздің қазақтың несіне тән ғой енді. Сонымен бұл қылмыспен солай күрескен дұрыс сияқты. Әйтпесе 7 миллионға кіріп кетіп қағыз айтсақ жылап қалып жатыр да, ойбай мынандай штраф қоймаңдар, істемеңдер десе. Сол себепті жалпы пират деген ол дамудың белгісі, шүкір дамып жатыр, бірақ адалдан болайық, Иә, сондықтан құрметті достар, өзін құрметтейтін, жақсы көретін, өзінің ләззатын құрметтейтін, өзінің болады сондай өзін құрметтей алатын адамдар, олар бәрібір де кинотеатрдан көреді, өйткені бүйтіп 2 сағат бойы бір кіріп кішкентай телефонға қарап отқаннан гөрі үлкен қараған жақсы экраннан. Сол себепті кинотеатр ол мәдениет қой уже. Иә, кинотеатрға барып, билет алып көріңіздер, сонда бұл киноны өндірген адам келесі киноны түсіруге мүмкіндік алады. Сіз кинотеатрға барып көру арқылы отандық киноиндустрияның дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Барлығы сіздердің қолдарыңызда, достар. Рахмет. Ал, құрметті достар, әрдайым бізді осындай керемет жаңа туындылармен қуанта беріңіздер. Рахмет. Осы сәтті пайдаланып жіберіп. Иә. Мен рахмет айтайыншы, жалпы киноның артындағы адамдар бар, енді жаңағы экранда көрінбеген адамдарға бір бөлек, болашақта біреуге пайдасы бар идеяның бас аяғында бірге қызмет еткенімізге мен қуанам. Және екі жанымдағы екі қызға алғысымды білдірейін. Осы жерде отыр, ертең ел көріп отыр, елдің назарында кино болғаннан кейін не болып жатыр, қалай болып жатыр, бұл бағдарлама қаралады, тем более қаралма жақсы бағдарлама, брендке айналған. Сол себепті мен осы жерде шынайы рахметімді айтып алайыншы. Бірінші Мадинадан бастайын. Мадина, рахмет саған. Болды десең. Сізге де рахмет. Мадина, саған көп рахмет. Киноның аясында баласы бар, кішкентай емізіл жүгіріп барады, оны емізіп келеді, бері қарай киноға келеді, 2 сағат түседі, қайтып барып келіп, соның семьясы бар, оның ар жағында күйеуі бар, күйеуі баламен қалып қояды екен кейбір кезеңдерде. Сен күйеуіңе, отбасыңа барлығына Алла разы болсын. Аман бол, ауырма, қазақтың ең мықты әлемде мойындалған актрисалардың қатарынан бол енді, күйеуің рұқсат берсе. Аумин. Және Ақбота Нұр бар еще. Мына Ақбота Нұр деген есімді алып тастап, біздерде қап-қарапайым адам құсап, шынайы көңілмен түсінісе алғанымызға біріншіден саған үлкен алғыс, ең бірінші. Одан кейін ана фильмнің ішінде жалаң аяқ жүретін жерлер бар ғой. Сол жалаң аяқ жүретін жерлер өте салқын болған, өте. Көз кәдімгідей мен туфлимен жүрмін, енді шпилькмен жүгіре алмайды, құмда шпиль кіріп кетеді, жалаң аяқ жүгіріп жүрді, мен де ұялып кішкене жалаң аяқ жүгіріп қарағам. Сөйтсем рахмет айтатындай салқын екен анау деген. Құдай сақтасын енді. Соның артынан ауырды, басқа қылды, соның бір қылығын көрсетпей, қазақтың қайсар қыз екенін көрсетіп, жұмысына деген адалдығы. Жалпы енді 96 жылғы жігіттер, мен өз басым енді бүйтіп салыстырамын. Үйін алып, мәжинасын алып, 2 баласын асырап отырған біздің қазақтың кәдімгі батыр қызы бұл. 96 жылғы жігіттер жүр әлі. Мәшина олға көреді, бір андай дүйістетіні деп бар ғой. Оның қасында қыз басымен осындай үлкен белестерді бағындырып саған жолың болсын. Жолыңды ешкім тұрмасын. Құдайың бар адамсың ғой, ойлаған орындалып кете беретін. Бақытты бол. Әп-әдемісің, осылай әп-әдем болып жүре бер. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Қазақтың қызы қайсы дегенде ол сені көрсетейік. Кеше құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасында дәл қазір осы маған назар аудар фильмінің басты актер әрі продюсерінен керемет ән. Қабырғамай! Қабырғамай! Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Ай, менің жан жарым ай, мың гүлдің арасынан байқадым сені қалай. Ай, менің қабырғамай, күлсеңші жабырқамай, соғып бер
Сеніммен жолықтырдым мені қалай, өзіңмен бірге бәрі де оп-оңай. Құдай бере салған бағыма орай. Жанымның қалауын таптым, таптың көңілінде жақтың. Аманатымсың сен ақты, сезсің берлігін қақтың. Таптың қалай, сеніммен бәрі оңай. Қорқызым бұл шпағым, мен сүйген жарым. Ай менің адамыма, сыр берме саналыма. Дәл менің адамыма, сеніммен жолықтырды мені қалай, өзіңмен бірге бәрі де оп-оңай. Құдай бере салған бағыма орай. Сеніммен жолықтырды мені қалай, өзіңмен бірге бәрі де оп-оңай. Құдай бере салған бағыма орай. Рахмет, рахмет.